Барша зейнетақы алушылар көріңіздер. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақстанда биыл жинақтаушы зейнетақы өседі. Зейнет жасына толғанда немесе әлеуметтік кодексте көзделген өзге де жағдайлар туындаған кезде салымшы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан тұрақты төлемдер ала бастайды. Әрбір салымшының жинақтаушы зейнетақысы оның зейнетақы жарналары және жинақталған инвестициялық кірісі есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарының сомасына тікелей байланысты. Естеріңізге салса кетсек, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін төлемдер Қазақстан Республикасы үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымдағы қаулысымен бекітілген зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады. Әдістемеге сай зейнетке шығатын азаматтарға ай сайын жасалатын төлем былай есептеледі. Төлем ала бастайтын алғашқы жылы зейнетақы жинақтарының сомасы зейнетақы жинақтарының 6,5% төлем мөлшерлемесіне көбейтіліп 12-ге бөлінеді. Одан кейінгі жылдары ай сайынғы төлем зейнетақы төлемдері индекстеудің 5% мөлшерлемесіне ұлғайып отырады. Бұл ретте бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін ай сайынғы төлем республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейінің кемінде 70% мөлшерінде жүзеге асырылады. Зейнетақы қоры 2025 жылы төлемдер қалай өзгеретінін түсіндірді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін төлемдер 2025 жылы қандай өзгерістер болатыны айтылды. Еңбек сіңірген демалысқа 2025 жылға дейін шыққан зейнеткерлерге бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшері 1 қаңтардан бастап 5%-ға ұлғаяды. Естеріңізге сала кетсек, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін төлемдер Қазақстан Республикасы үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымдағы қаулысымен бекітілген зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады. Әдістемеге сай зейнетке шығатын азаматтарға ай сайын берілетін төлем былай есептеледі. Төлем ала басталған алғашқы жылы зейнетақы жинақтарының сомасы зейнетақы жинақтарынан 6,5% төлем мөлшеріне көбейтіліп 12-ге бөлінеді. Одан кейінгі жылдар ай сайынғы төлем зейнетақы төлемдерінің индекстеудің 5% мөлшерлемесіне ұлғайып отырады. Бұл ретте бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін ай сайынғы төлемдер республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына берілгеннен кейін ең төмен күнкөріс деңгейінің кемінде 70% мөлшерінде жүзеге асырылады. Мерзімсіз уақытта белгіленген бір немесе екінші топта мүгедектігі бар адамдар, сондай-ақ зиянды және қауіпті өндірістерде жұмыс істеп, зейнет жасына толған, олардың пайдасына жиынтығы кем дегенде 60 ай міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары төленген адамдар сияқты белгілі бір санаттағы алушылар үшін әдістемеге сай ай сайынғы зейнетақы төлемінің мөлшері артыратын түзету коэффициенттері көзделген. Жоғарыда көрсетілген шарттардың біреуінің артығын қанағаттандыратын адамдар үшін ең үлкен мәнге ие түзету коэффициенті қолданылады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.